Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін өлеңмен бастағым келіп тұр. Махаббатпен жаратқан адамзатты, ол да Алланың жаратқан жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолы осы әділеттің дейді. Осы үш сүю, жәнегі адамзатты сүй, әділетті сүй, осы үш сүю болады. Иманы гүл Алланы сүю, осы үш сүю ал имани гүл болады екен. Абай Құнанбаев атамыздың айтқан. Сондықтан бүгін махаббат жайында айтайын деп тұрмын. Адамзаттың, тіршіліктің бәрі махаббаттан бастап алған, не? Жақсы көру деген не? Бұл видеоны бір-екі рет қайталап көріңіздер. Адам өзін жақсы көру керек пе? Бәр коуч тренерлар осы жайында айтады, өзіңді сүй деп. Өзіңді сүю, жақсы көру деген ең бірінші өзіңнен басталады деп жатыр. Көп өзім тәжірибемнен көретін болсам, өзіңді жақсы көресің ба деп біреуден сұрасаң, жақсы көремін дейді. Өзіңді жалпы жақсы көру керек пе? Оны қалай жақсы көру керек? Оның түпінде үлкен мән жатыр. Мысалы, Адам ата мен Хауа ананы да махаббатпен жаратқан. Гармонияның басы осы махаббатпен басталады екен. Адамның жаңағы бір-бірімен қарым-қатынасында. Сіз өзіңізді жақсы көресіз бе деп сұрасам, өзімді жақсы көремін дейді. Анда қаншалықты жақсы көресіз деп сұрағанда, біреу 70-80% дейді, біреу 50-50 дейді. Қалай жақсы көресіз дегенде, шынымен де қалай жақсы көремін деп ойланып қалады. Кейбіреулер айтып жатады, мен өзіме жақсы көретін киімімді аламын, өзіме жақсы көретін нәрсемді алып жеймін дейді. Оның бәрі жақсы көруге жатпайды. Мүлдем жатпайды. Себебі жақсы көру ол эгоизмге жатады. Жақсы көру деген ол мүлдем басқа. Ол тәкаппарлықпен шатастырып жатады. Өзіне жақсы нәрселер рұқсат беру деген бар. Ал енді өзіңде жақсы нәрсені ғана жеймін деген ол мүлдем жақсы көруге жатпайды екен. Бірақ көп адамдар емес, жәнегі таспен атқанда аспен ат дейді ғой, сол нағыз махаббат осы екен. Әулиелердің махаббаты. Біз бәріміз осы жолды ұстануымыз керек. Мысалы, біреу сізді жамандаса, оған жақсылықпен сіздің артыңыздан неше түрлі сөз айтуы мүмкін. Сіз оған мән берместен жаңағы жақсылықпен қайтаратын болсаңыз, нағыз махаббат осы екен. Болмасаң да ұқсап бақ дейді ғой. Сол үшін осы сүюді біз осы махаббатты ұстанғанымыз жөн. Ең бірінші адамзатты сүй, одан кейін Алланы сүй, әділетті сүй. Осы әділеттің нақ жолы деп айтып кеткен Абай Құнанбаевтың әлемі осы екен. Әділеттің жолын ұстасаң, өміріңде жаманшылық болмайды, ешқандай ештеңеден қорықпайсың. Бағанадан айтып жатырмын. Алланы сүю және адамзатты сүю және әділетті сүю. Әділет дегеніміз жәнегі ылғи айтып жүрмін, Құрандарда, содан кейін күнделікті біздің мақал-мәтелдерімізден, ақыл сөздерімізде айтылып кеткен сөздерді өмірімізге біртіндеп қолданатын болсақ, осы екен. Әділет деп отырған Абай Құнанбаевтың жәнегі өмір заңдары деген осы. Жақсы көру деген осы. Адамдар көп өзін жақсы көрмек түгілі өзін қарғайтын, өзін кінәлайтын адамдар көп. Мен өзім қарауым бойынша өзіне сенімсіз адамдар өте көп. Түпкі себебі жастық шақтағы блоктар. Енді ол жайында басқа сабақтар болады. Блок деген болады. Жастық шақта бала күннен бүйтпе, сөйтпе, жаңа бір қорқыныштар болады. Соның бәрі адамның өміріне блок болып келеді. Және осы өзіңді жақсы көруге келгенде кейде нет қалатын, қамығып нет қалатының сол. Оның бәрі жәнегі жастық шақта орнатылған наным сенімдер болып саналады. Енді күнделікті өмірімізде адамзатты сүюге,
акпа карамы, ол кандай нерсе жасап жатыр, не айтып жатыр, соны кечиримчиликпен карайтын болсак, алдыга жылжууга деген коркунучубуз никогда болмайды. Бир күмөн күдүк болмаса адамда коркунуч болмайды ғой. Өзүңдү шексиз жакшы көрүң керек, жакшы көрүп, мен калай истедим деп ана Абай Кунанбаевдин 15 кара сөзү, койдум кателеспесем, күнөн өздөрүңө сабак бериңдер дейт, сабак бериңдер деп жатат. Осы сабак берүү деген өзүңүздөрүңүзгө эсеп бериңдер деп жатат. Эсеп деген ол мен калай жүрдүм, калай турдум, не ойлап жатырмын, не истедим, башка адамдарга жакшылык жасадым ба, жакшы сөздөр айта алдым ба, бүгүнкү мүнөзүм кандай болду, осы го эсеп. Ал кээ бир коучтардан мен эстип жатам, ол анандай байлык жайында айтып жатат, күнүнө эсеп бериңдер дейт, күндө эсептеп туруңдар дейт. Ол да жакшы чыгар. Ал негизи Абай Кунанбаевдин түшүндүрөтүн эсеп бериңдер дегени, менин оюмча, осы өзүңө эсеп берүү аркылы сен алдыга жылжыйсың, өзүңдүн мүнөзүңө эсеп берүү аркылы сен өзүң дамыйсың. Менин айтпагым осы. Эгерде мен айтканым сиздерге унаса, маган лайк басып, каналыма тиркелип, коңураушаны басып коятын болсаңыз, менин алгысым болсун, Алланын алгысы болсун. Тиркелип коюңуздар. Келесі сабакта бұдан да жақсы сабақтарды айтатын боламын. Рахмет.